89-шы сабақ бірінші тапсырма тура теңдіктер шығатыны x-ның орнына тиісті сандарды қой дейді. Енді біз осыны шығаруымыз керек. Мінекей 45 қосу x тең 50-ге. X-ті табу үшін 50-ден 45-ті азайтамыз. Біздің x-іміз 5-ге тең болады. Тексеретін болсақ 45-ге 5-ті қосамыз, 50-ге тең. 50 мен 50 теңеседі. 87 азайту x тең 80-ге. X табу үшін 87-ден 80-ді азайтамыз. X-іміз 7-ге тең болады. 87-ден 7-ні азайтсақ 80-ге тең. Келесі x көбейту 5 тең 40-ға. X табу үшін 40-ты 5-ге бөлеміз. X-іміз 8-ге тең болады. Тексеретін болсақ 8 бен 5-ні көбейтіндісі 40-ға тең. Мінекей бірінші тапсырманың асы осылай орындалады. Келесі әріптің орнына 10-нан кем қажет санды таңдап, тура санды теңсіздіктер жаздайды. Яғни А үлкен Б сымына Аның орнына 10-нан кем сандарды жазып шығамыз. Яғни 6-дан бастасақ 6 5-тен үлкен, бірақ 10-нан кіші. 7 5-тен үлкен, 10-нан кіші. 8 5-тен үлкен, 10-нан кіші. 9 5-тен үлкен, 10-нан кіші. Келесі Б үлкен 6-дан. Бұл жерге де тура сондай 10-нан кем қажет сандар жазуымыз керек. 7 6-дан үлкен 10-нан кем, 8 6-дан үлкен 10-нан кем, 9 6-дан үлкен 10-нан кем. 7 үлкен Б-дан. Б-ның орнына 10-нан кем, бірақ мына 7-ден кіші сандар жазуымыз керек. 5-ті жазамыз, 10-нан кіші, 7-ден де кіші, 4 10-нан да кіші, 7-ден де кіші, 3 10-нан да кіші, 7-ден де кіші, 2 10-нан да кіші, 7-ден де кіші, 1 10-нан да кіші, 7-ден де кіші. Келесі 8 үлкен К. 10-нан кіші, 8-ден де кіші сандар жазып шығуымыз керек. Ол бізде 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 сандары. Мінекей бірінші тапсырманың асы мен әсі осылай орындалады. Келесі теңдеудің шешуіне қара және есіңе сақта дейді. X көбейту 3 тең 18. Белгісіз көбейткіш x-ті табу үшін көбейтіндінің мәні 18-ді белгілі көбейткішке бөлу қажет. 18-ті 3-ке бөлсек 6. Енді теңдеулерді түсіндіре отырып жаз дейді. Мінекей асы бізде шығарып көрсетілген. Әсі y көбейту 4 тең 28. Y-ті табу үшін біз көбейтіндінің мәні 28-ді белгілі көбейткіш 4-ке бөлеміз. Сонда бізде y-тің мәні шығады. Y-міз біздің 7-ге тең. Тексеретін болсақ 7 көбейту 4 тең 28-ге. Мінекей екінші есепті осылай шығарамыз. Үшінші тапсырма үлгі бойынша теңдеу құр, оны шеш. Белгісіз бөлгішті қалай табады, қорытынды жаса дейді. Мысалы, бізде үлгі көрсетіп тұр. Суретке қарайтын болсақ, мына 40 саны x-тен 8 есе артық деп тұр. 8 есе артық болса, онда біз оны 8-ге бөлуіміз керек. Дұрыс қой, x табу үшін. Енді мінекей 40 бөлу x-тен 8-ге, x табу үшін 40-ты 8-ге бөлеміз, сонда біздің x-іміз мәні 5-ге тең болады. Енді мына жерде мына бізде y 35-тен 5 есе кем болып тұр. Демек біз соны бөлуіміз керек. Ол үшін мінекей 35 бөлу y-тен 5-ге, y-ті табу үшін 35-ті 5-ге бөлеміз. Y-іміз біздің 7-ге тең болады. Y-іміз 7-ге тең, 35-ті 7-ге бөлсек 5 шығады. Мінекей осылай үшінші есепті шығарамыз. Төртінші тапсырма теңдеулерді түсіндіре отырып шеш дейді. X бөлу 5 тең 5. Енді мына жерде біз x-ті табу үшін 8-ге 5-ті көбейтеміз. X-іміз 40-қа тең болады. Тексеретін болса 40-ты 5-ге бөлсек 8. Келесі y бөлу 4 тең 9. Y табу үшін 9 бен 4-ті көбейтеміз. Y-іміз 36-ға тең болады. 36-ны 4-ге бөлсек 9 шығады. 35 бөлу x тең 5, x табу үшін 35-ті 5-ке бөлуіміз керек. Сонда бізде x-іміз 7 шығады. 35-ке 7-ні бөлсек 5 шығады. Мінекей, төртінші тапсырманы осылай орындаймыз. X
x'нің орнына 27 санын қойып, теңсіздіктер тексер барлық теңсіздіктер тура ма дейді. Мінекей бірінші 2 қосу 27 үлкен x-тен. X-нің орнына 27-ні қоямыз. 2 қосу 27 үлкен 27-ден. 2-ге 27-ні қосақ 29. 29 үлкен 27-ден. Бұл тура теңдік. Теңсіздік тура болып табылады. Келесі x үлкен 1 көбейту 24-тен. X-нің орнына 27 қоямыз. 1-ге 24 көбейтсек 24 шығады. 27 24-тен үлкен. Бұл да тура болып табылады. Келесі 0 кіші x-тен. X-нің орнына 27 қоямыз. 0 кіші 27-ден. Бұл да тура. Келесі x кіші 27 бөлі 1. X орнына 27 қойсақ, 27 кіші 27 дейді. Бұл тура емес. Керісінше бұл дұрыс емес, иә? Келесі x кіші 27 бөлі 4. X орнына 27-ні қоямыз. 28 4-ке бөлсек 7 шығады. Сонда 27 кіші 7-ден. Бұл да тура емес. Дұрыс емес, яғни. Және келесі соңғысы x үлкен 27 қосу 1. X орнына 27-ні қоямыз. 27-ге 21-ді қоссақ 28 шығады. Сонда 27 үлкен 28 дейді. Бұл да дұрыс емес. Сонда үшеуі турада, үшеуі дұрыс емес. Мінекей 5-ші есепті осылай шығарамыз. Келесі 6-шы тапсырма 5 саны қай теңдеудің шешімі? Жауабын дұрыс тапсан, Олимпиада ойындарында чемпион атанған ең жас қазақстандық спортшыны білесің дейді. Бізде мінекей алдымен осыларды шешіп шығарайық. b бөлу 5 тең 8-ге, b тең 8 көбейту 5, b тең 40-қа. Тексеретін болса 40-ды 5-ге бөлсек 8 шығады. Бұл жерде бізде теңдеудің шешімі бұл жерде бізде 40-қа келіп тұр. Келесі 7 көбейту a тең 21-ге. a-ны табу үшін 21-ді 3-ке бөлеміз. 21-ді 3-ке бөлсек 7 шығады. Тексеретін болсақ 7-ні 3-ке көбейтсек 21. Бұл жерде теңдеудің шешімі a тең 3-ке тең келіп тұр. Келесі 8 көбейту 9 45-ке тең. X-тен 45-ті x табу үшін 45-ті 9-ға бөлеміз. X тең 5-ке. Тексеретін болсақ 5 көбейту 9-ымыз 45-ке тең. Теңдеудің шешімі бізде 5-ке келіп тұр. Келесі 35 бөлу с тең 5-ке. С-ны табу үшін 35-ті 5-ке бөлеміз. С бізде 7-ге тең болады. Тексеретін болсақ 35-ті 7-ге бөлсек 5 шығады. Теңдеудің шешімі 7-ге тең. Енді бізде 5 саны теңдеудің қай шешімі келіп тұр? Ол бізде x көбейту 9 45-ке келіп тұр. Мынаның шешіміне келіп тұр. Яғни бұл бізде Бекзат Саттарханов. Бекзат Саттарханов Олимпиада ойындарында чемпион атанған ең жас қазақстандық спортшы. Келесі теңдеулерді шеш. X көбейту 5 тең 25-ге. X табу үшін 25-ті 5-ке бөлеміз. 25-ті 5-ке бөлсек 5 шығады. Тексеретін болсақ 5 көбейту 5-іміз 25-ге тең. Келесі b бөлу 2 тең 8-ге. b-ны табу үшін 8 бен 2-ні көбейтеміз. b бізде 16-ға тең болады. Тексеретін болсақ 16-ны 2-ке бөлсек 8 шығады. 3 көбейту a тең 15-ге. a-ны табу үшін 15-ті 3-ке бөлеміз. a тең 5-ке тең болады. Тексеретін болсақ 3 пен 5-ні көбейтіндісі 15-ке тең. 20 бөлу с тең 4. С-ны табу үшін 24-ке бөлеміз. 24-ке бөлсек 5 шығады. Тексеретін болсақ 25-ке бөлсек 4 шығады. Бұл бізде a. Келесі әні шығаратын болсақ, тура теңсіздіктерді тауып жаз дейді. Тура теңсіздіктерді тауып жазатын болсақ, бірінші бізде 66 бірлік кіші 37-ден дейді. Бұл тура емес, яғни 66 бізде 37-ден кіші емес. Бұны жазбаймыз, жазудың қажет жоқ. Келесі 75 қосу 9 үлкен 85 көбейту 1 дейді. 85-ті 1-ге көбейтсек 85 шығады. 75-ге 9-ды қоссақ 84 шығады. 84 85-тен үлкен ба? Үлкен емес. Сондықтан да бұл да тура емес. Сондықтан бұны жазбаймыз. 4 дециметр 3 сантиметр үлкен 42 сантиметрден дейді. 4 дециметр 3 сантиметр дегеніміз біздің 43 сантиметр. 43 сантиметр 42 сантиметрден үлкен ба? Үлкен. Бұл тура. Осыны жазамыз. Келесі 54 бөлу 1 үлкен 54 азайту 6-дан 54 бөлінген 1 54-ке тең. 54-тен 6-дан азайтсақ 48 шығады. 54 48-ден үлкен ба? Үлкен. Осы екеуін жазамыз мінекей.
мына 2 теңдікті жазып шығамыз әсінде. Достар, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.